Мен осы күнге дейін көп кітап оқыдым. Өте қызық, әсерлі, мағыналы әңгімелер болды, өлеңдер болды. Маған кітаптардың ішінде өте қатты ұнағаны Шапағат Әбдірұлының «Алдай көрме сен мені» атты кітабы. Бұл кітап жас ақынның алғашқы кітабы, алғашқы өлеңдер жинағы. Өлеңдері әсерлі, жүрекке жететіндей. Сол өлеңдерінің бірі «Келші ана тосады құлының». Бұл өлеңде ақын анасына деген сағынышын сарғая күткенін жеткізе білді. Атыңды жұлдызға оямын, шашыңа жағамын бояуын. Кемпір қосақ төсеп жолыңа, көбелектер шашып қоямын деп, анасы үшін не істеді, тек сол үшін ғана істейтінін жеткізе білді. Ал анасына деген махаббатын ана туралы жыр өлеңінде айтты. Жетім қыз жүр, анасы бар бұл маңда, жетім ұл жүр, бірде нан жеп бірді алма. Жетім болмас еді ғой деп аяймын, менің анам туғанда деген өлең жолдары менің жүрегімнің түбіне жеткендей болды. Ақын өзі туралы мен өлеңінде сипаттаған. Маған бұл кітап өте қатты ұнады.